Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер. Сіздермен бірге Балқаш жаңалықтары және мен Гүлшат Қайратқызы. Бүгінгі күннен көретіндеріңіз. Оқиға жалғасы. Келер аптада Виктория Шевкунованың өліміне қатысты сот отырысы қайта басталады. Біздің сотқа көңіліміз толмайды, сондықтан ауданаралық сотқа арыз жазып, бұл түсті басқа судьяның қарауын өтіндік. Жоғарыдан келген тексеріс Қарағанды әкімінің бірінші орынбасары жұмыс барысымен Приозерскте және Балқашта болды. Как можно с бюджета 200 миллионов тенге на еще плюс еще потратили, еще 200 миллионов. Что он 200 миллионов на дороге бы направил бы, полезное там. Больницу он отремонтировал бы лучше. Шешімін тапқан мәселе, қала жолдарын жөндеуге қаржы бөлінетін болды. Мира көшесінде 2 қабаттан тұратын асфальт төсемекшіміз. Өйткені онда жүріп тұру тіпті мүмкін емес. Келер аптада Виктория Шевкунованың өліміне қатысты сот отырысы қайта басталады. Еске сала кетейік, елдің жағасын ұстатқан қылмысты оқиға 2014 жылдың қараша айында болған еді. 14 жастағы қыздың денесі орталық саябақтан табылған болатын. Көптеген пышақ жарақатын алған оқушы қыз ауруханаға барар жолда көз жұмды. Кейін куәгерлердің сөзі бойынша Станислав Ким кісі өліміне қатысы бар деген күдікпен ұсталып, уақытша ұстау изоляторына қамалды. Алайда алдымен бар кінәні өз мойнына алған 19 жастағы студент кейін бұл іске қатысы жоқ екенін жариялады. Оның сөзінше ол шынымен де қызбен саябақта кездеспек болған, алайда келгенде белгісіз біреудің оған пышақпен соққы жасап жатқанын көрген. Содан Викторияны құтқару үшін оның жүрегіне массаж жасамақ болып, үсті басын қан қылған. Оның үстіне пышақтан Кимнің саусақ іздері табылмады. Кейін 2015 жылдың наурыз айында ол ақталып шыққан болатын. Алайда 2 айдан кейін соттың шешіміне байланысты қайтадан қамауға алынды. Сол уақыттан бері 1 жыл уақыт өтті, іс әлі тексерілуде. Ал Викторияның ата-анасы істің бұлайша тым ұзаққа созылғанына риза емес және кезекті сот отырысын басқа судьяның жүргізгенін қалайды. Өйткені осы жолғы тыңдалым Кимді ақтап шыққан бұрынғы сот алқасының қатысуымен өтпек. Ал тергеу жұмыстары болса тұйыққа тірелді десе болады. Себебі пышақтан белгісіз азаматтардың саусақ іздері табылған екен. Кейін бұл сараптаманың түрлі заң бұзушылықпен жүргізілгені белгілі болып, оның нәтижесі заңсыз деп танылған. Біздің сотқа көңіліміз толмайды, сондықтан ауданаралық сотқа арыз жазып, бұл түсті басқа судьяның қарауын өтіндік. Қазір жауап күтудеміз, ал іс болса бір орында тұр. Соттың ген-молекулалық сараптама тағайындауына ешқандай құқы жоқ еді. Ал оның нәтижесі алқабилер сотының шешіміне әсер етіп, олар ақтап шығу үкімін шығарды. Қарағандылық полицейлер кісі өлімінің алдын алды. Бұл жолы 19 жастағы жас жігіт өзінен 1 жас кіші азаматты киллер жалдау арқылы өлтірмек болған. Алайда арам ой іске аспады. Бұл жағдай туралы алдын ала естіген полиция қызметкерлері киллердің рөліне еніп жігітпен кездеседі. Ал тапсырыс беруші дәлелдеме ретінде о дүниелік болуға тиіс азаматтың ұялы телефонын және жан тапсырған кездегі суреттерін сұраған. Ал жұмыс бағасын 250 мың теңгеге бағалайды. Кейін тәртіп сақшылары істі тындырғандарын айтып, жігітпен кездеседі және оны сол мезетте ұстап, қолына кісен салған. Ағымдағы жылдың 19 сәуірі күні Қарағанды қаласындағы сауда үйлерінің бірінің маңында фотосуреттері бар ұялы телефонды беру кезінде адам өлтіруге тапсырыс берген азамат құрықталды. Күдіктіге қатысты Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 99 бабы 2 тармағы бойынша сотқа дейінгі тергеп-тексеру амалдары жүргізілуде. Ұсталған азамат уақытша ұстау изоляторына қамалды. Приозерск қаласынан кейін Асылбек Дүйсебаев Балқашқа келді. Жоспарға сәйкес шаһардағы 3 нысанды аралап шығып, Балқаштың тыныс тіршілігімен танысты. Басшылық алдымен шағын қалаларды дамыту бағдарламасы бойынша 2 жыл бұрын ашылған квас жасайтын шағын цехтың жұмысымен танысты. Ескі технологиялық әдіспен өндірілетін сусын жазды күні 1 тоннаға дейін квас жасаса, қысты күні 100 литр сусынды саудаға шығарып келеді. Тек табиғи өнімдермен өндірілетін өнімнің дәмін басшылықта көзбен көріп, ауыз тиіп сапасына бағасын берді. Ну, производительность мы сперва тонну в сутки.
Ал бұдан кейін Асылбек Дүйсебаевтың алдында балқашты қызметкерлер жылу электр станциясы жайында есеп беріп, атқарылған жұмыстарды саралап, болашақ жоспарларымен бөлісті. Қазір мұндағы мамандар келер жылу маусымның дайындық жұмыстарына белсене кірісіп, қазандықтарды тексеру үстінде. Жылу электр станциясындағы басты қуантарлық жайт, енді бұдан былай жарық жылу процестері арнайы компьютерлік құрылғының арқасында автоматты түрде қадағаланбақ. Это вот ТГ номер 2, это СУТП, автоматизированная система управления технологическими процессами. Производство Торнадо. Россия, Новосибирск. Да, Новосибирск. Модульная система Торнадо. Ал медициналық барлық стандарттарға сәйкес ашылғалы жатқан кеңестік диагностикалық орталықтың құрылысы қараша айында аяқталатыны белгілі болды. Алдағы күні 85% заманауи құрылғылармен жабдықталатын емдеу орталығы балқашлықтардан өзге Саяқ, Приозерск, Шет, Ақтоғай аудандарының тұрғындарын қабылдамақ. Здесь как бы такой организация, такой медицинский кластер. И всех узких специалистов в одном месте сконцентрировали, увеличится оснащенность современным оборудованием до 85%. Вот. То есть сейчас идут конкурсные процедуры, где-то во второй половине мая должны быть эти ремонты. Тоқымбаталова, Думан Қалбаев, Оркен Медиа. Қала жолдары бұйыл жөнделетін болды. Олай дейтініміз бұған дейін бұл мақсатқа бірде-бір тыйым бөлінбегенін айтқан болатынбыз. Десе де қала басшылары облыстан сұратып жетпеген қалалық қазынадан қарастырып әйтеуір дегенде керекті қаржыны тапқан. Әзірше жол жөндеуге нақты қанша қаражат жұмсалатыны белгісіз. Бұл сұрақтың жауабы бірер аптада белгілі болмақ. Ал көптен күткен жөндеу жұмыстары мамыр айының басында басталады деп жоспарлануда. Мамандардың айтуынша барлық көшелерге асфальт төселмесе де ойдым-ойдым шұқырлар мен тесіктер жамалатын болады. Мы по городу планируем сейчас. Қала бойынша 25 000 шаршы метр жол ағымдағы жөндеуден өтеді. Қалаға кіре беріс жолдан бастаймыз. Және Ленин көшесінде қамтимыз. Шұңғырларды жауып, жан-жағын тегістейтін боламыз. Жаңа асфальт биыл бір ғана көшеге төселеді. Ол Мира бойындағы жол. Тек қарапайым жүргізушілер ғана емес, сондай-ақ шаһар басшылары да бұл аймақтағы жолдың әбден тозғанына көздері жеткен екен. Улица Мира будет. Мира көшесінде 2 қабаттан тұратын асфальт төсемекшіміз. Өйткені онда жүріп тұру тіпті мүмкін емес. Әр 10-20 метр сайын шұңқыр кездеседі. Сондықтан да Иванов, Бөкейханов және Амангелді көшесінің арасынан осы Мира көшесін таңдап алдық. Техника тілі бүгін оқушылар мен студенттер компьютердің көмегімен қандай дүниелер жасайлатындықтарын көрсетті. Политехникалық колледжде графика және дизайн бойынша республикалық байқау өтті. Алматы, Қарағанды, Абай, Саран, Жезқазған және Павлодардан келген қатысушылар сайт визитка, көркем коллаж, іскерлік графика, мультипликация, бейнемонтаж, цифрлық фото секілді номинацияларды бақтарын сынады. Сайыстың талабы бойынша бейнемонтаж бен сандық фото ғана үй тапсырмасы болып саналды. Ал қалғанын қатысушылар бүгін компьютер алдында отырып орындады. Оған 3 сағат уақыт берілген. Ал үйде ролик түсіріп, оны түрлі бағдарламалардың көмегімен монтаждағандар әділ қазылар алқасы алдында жобаларын қорғады. Члены жюри уже 4-й год участвуют. Бұл байқау осымен 4-ші жыл ұйымдастырылып отыр. Жыл сайын ауқымы кеңейіп, қатысушылар саны артуда. Ал әділ қазылар алқасы өзгермеген. Жыл сайын сол бір адамдар жұмыстарға баға береді. Өйткені олар былтырғы жылғы жобалармен биылғыларын салыстыра отырып, олардың айырмашылығын сезеді. Ал кешке жеңімпаздар анықталып марапаттау рәсімі өтті. Сонымен көркем коллаж бойынша Қарағандыдан келген Райымбек Бауыржан 1-ші орынды иеленді. Ал сайт визитка сайысында балқаштық Жангелді Кендебаев жеңіске жетсе, тағы бір жерлесіміз Санжар Әбілмажинов мультипликация номинациясында бас жүлдені жеңіп алды. Бейнемонтаж бойынша бірден 3 жеңімпаз анықталды. Олар Александр Мирау, Ағерке Шілікбай және Саят Қайыпбеков. Мен өзімнің туған жерім Үшқоңыр туралы түсірдім сол видеомонтажды. Және де басқа балалардан мен видеомонтажым ерекшелігі менің видеом мен музыкасы бірге сәйкес келіп тұрғаны, содан ерекшеленіп жюри 1-ші орын берді соған. 1-ші жұмысым, алғашқы жұмысым болып саналады.
Балқаштықтар үздіктер қатарында. Политех колледжінің Жұлдыз дебат клубының жастары халықаралық пікір сайыс додасында екінші орынға ие болды. Жерлестеріміз 120-дан астам қатысушылардың арасынан суырылып финалға дейін жетті. Олар ақтықсында Астаналық Қазақ Агро университетінің өкілдерімен шығып, еліміздегі білім грантын тілге тиек етті. Нәтижесінде үздік пікірлерімен көзге түскен астаналықтар бірінші орынға ие болды. Ал балқаштықтар екінші орынды қанағат тұтты және үшінші орынға көкшетаулықтар тұрақтанды. Жалпы Қазақстан, Қырғызстан және Ресей мемлекеттерінің білгір жастары жиналған додаға шаһардан 2 команда қатысты. Бірақ өкінішке орай жас спикерлерден құралған Жұлдыз 2 тобы 1-4 кезеңінде ойыннан шығып қалды. Ал бұл жастардың жетекшілері Ернат Аринов халықаралық деңгейде үздік жетекші атағын иеленді. Біздің оқу орнымыздың атынан 2 команда қатысты, Жұлдыз дебат клубының атынан. Енді бірінші тобымыз бізде екінші орын алған, себебі олар бұрыннан бері қатысып жүрген тәжірибелі пікірсайысшылар болды. Ал екінші командамыз 1-4 ойынға дейін жетті. Енді олардың ақтық сынға жете алмауы, себебі олар бірінші курстан құралған жаңадан шыққан топ. Енді олар алда 4 жылдар болғандықтан келер ойындарда өздік нәтижелер көрсетеді деген сенімдеміз. Бүгінше осы, ал ертең қорытынды жаңалықтар жіберіп алмаңыздар. Амандық саулықта жүздескенше.